Өмір. Біреуге ұзақ ғұмыр, біреуге өнегелі із қалдырумен құнды. Адамның артында қалған жақсы аты, елге сіңірген еңбегі мен ұрпағына берген тәрбиесі мәңгілік мұра. Осындай ғибратты ғұмыр кешіп, адал еңбегімен абырой биігіне көтерілген, жүрегі мейірімге толы, мінезі сабырлы ардақты жан, Асқар Таудай әкеміз Әбсаттарұлы Өмірзақ еді. Әкеміздің адамгершілігі, қарапайымдылығымен кең пейілі ел жадында мәңгі сақталады. Ешкімге жамандық ойламайтын, айналасына тек жақсылық жасап жүретін, момын да мейірімді жан болатын. Жетісай өңірінің тумасы Жұмалы тегі Өмірзақ 1957 жылдың 15 наурызында дүниеге келді. 1974 жылы Жетісай қаласындағы Абай атындағы орта мектепті тәмамдап, сол жылы Өзбекстан Республикасындағы Ташкент мемлекеттік электротехникалық байланыс институтына оқуға түсіп, 1978 жылы жоғары білім алып шықты. Ел алдындағы азаматтық борышын абыроймен өтеп, Мәскеу қаласында офицер, лейтенант шенімен әскери қызмет атқарды. 1981 жылы аудандық телебайланыс торабында инженер болып еңбек жолын бастады. Ал 1982 жылдан бастап ішкі істер саласына қызметке қабылданып, саналы ғұмырын ел тыныштығы мен халық қауіпсіздігіне арнады. Қызмет барысында түрлі жауапты лауазымдарды абыроймен атқарып, 25 жылдық адал еңбегінің нәтижесінде подполковник шенімен құрметті еңбек демалысына шықты. Еңбегі еленіп, полиция үздігі төс белгісімен және көптеген құрмет грамоталарымен марапатталды. Әкеміз тек елге сыйлы қызметкер ғана емес, отбасына қамқор әке, сүйікті жар, ардақты ата бола білді. 1981 жылы шаңырақ көтеріп, өмірлік серігімен 53 жыл тату-тәтті баянды ғұмыр кешті. Балаларының барлығына саналы тәрбие мен жоғары білім беріп, оларды өсіріп өндірді. Ұлын яға, қызын қияға қондырды. Немере мен шөбере сүйіп, егіз шөберелерінің қолынан май жалау бақты да бұйырды. Артында өнегелі өмірі, адал еңбегі, жақсы аты мен жарқын ізі қалды. Әкеміздің жарқын бейнесі, сабырлы мінезі мен мейірімге толы жүрегі, туған туыс, дос жараның жүрегінде мәңгі сақталады. Жаны жәннатта, топырағы торқа болсын. Өзің едің әке үйдің қорғаны, отбасының айнымайтын зор бағы. Сіз кеткелі ортамыздан қапыда, бір жыл өтті жанарға жас толғалы. Жан әкешім, мейірімге бай едің, жарық берер түнімізде ай едің. Алға қарай жетелейтін баласын, үлгі болар әкелерге сай едің. Абыройың асқақ еді беделің, көп еді ғой біздерге әке берерің. Сүрінгінге сүйі болып әкетай, құлағанның қолтығынан демедің. Әлі де әке боп тұрарсыз келердей, күлім қағып есіктен сіз енердей, өзіңізбен әңгіме ғып қайтадан, көңіл шіркін үн қатады көрердей. Сіз кеткенде құлағандай тауымыз, қурағандай бақшамыз да бауымыз. Әке, міне, жыл өтсе де жабырқайды сағыныштан жанымыз. Кетсең де әке, бізден алыс шырақтап, балаларың үмітіңді жүр ақтап. Бір жыл өтсін, мейлі өтсін 120, жүректесің, қаласың сен тұрақтап. Еске аламыз, әке, сізді сағынып, бұл берілген тағдырға біз бағынып. Мейірімді, жаны жайсаң әке боп, жадымызда қаласың сен жаңғырып. Өшпейді әке, сенің жаққан шырағың, тоқтамайды сусындаған бұлағың. Немерелер жалғайды әке күніңді, сізге арнап таусылмайтын жыр әнін. Жарық болсын әке жатқан жеріңіз, жұмақ болып паналайтын төріңіз. Дұға етеміз еске алып, біз сізді жүректесіз мәңгілікке сеніңіз. Менің қосбай